Hi guys, бүгінгі біздің сабақтың тақырыбы есімдіктер болады. Нақтырақ айтылғанда personal pronouns, яғни жіктеу есімдіктеріне тоқталатын боламыз. Оған тоқталмас бұрын бірінші есімдік дегеніміз не? Соған тоқталып өтейік. Есімдік дегеніміз ол есім сөздердің атын атамай, түсін түстемей, белгісін атамай, жай ғана меңзеп, сілтеп, сол есім сөздердің орнына қолданылады, я? Есімдіктер бізде 3 шақ бар екенін білеміз. Оның бірінші шағы бізде мен, I, екінші шақ сен, you, және үшінші шақ ол. Біз жалпылама үшінші шаққа ол деп айтамыз. Ол ұл бала болсын, ол қыз бала болсын, ол жануарлар болсын. Ал ағылшын тілінде ол 3 шаққа жандай, нақтырақ айтқанда ұл балаға біз he деп айтамыз, яғни толығымен мужской полға. He деп айтамыз, қыз балаға, әйел адамға she деп айтамыз, және жансыз заттар мен жануарларға it. Бұл үшеуі де аударылғанда ол деп аударылады. Енді осының көпше түріне келетін болсақ, біз we, сендер, сіздер you, олар they. Енді маған деп айтқымыз келсе, маған немесе мені деп айтқымыз келсе, me деп айтамыз. Ал саған немесе сізге деп айтқымыз келсе, you болады. Ал егер ұл баланы айтатын болсақ, оған немесе оны деп айтатын болсақ, him. Ал тура солай оған, оны деп қыз балаға айтатын болсақ, her. Ал тура солай жануарлар мен жансыз заттарға айтатын болсақ, it. Тура солай it қолданылады. Егер де біздерге, біздерді деп айтқымыз келсе, us. Сіздерді, сендерді, you. Оларға, оларды them. Яғни бұл жерде ең оңайы ол сен, сіз, саған, сізге, сендер, сіздер, ол бізде барлық жерде you болады, я, көріп тұрғандай. Енді осы сілтеу есімдіктерін тағы да бірге, менімен бірге қайталаймыз. I, мен, you, сен, he, ол бала, she, ол қыз бала. It, ол жансыз заттар мен жануарлар. We, біз, you, сендер, сіздер, they, олар. Me, маған, мені, you, саған, сізге, him, оған, оны, her, оған, оны, қыз бала, я? It, тура солай жансыз заттар мен жануарларда оған болсын, ол болсын, оны болсын, it деп айтамыз. Us, біздерге, біздерді, you, сіздерге, сіздерді, them, оларға, оларды. Енді осы есімдіктерді аудармасымен бірге жаттап аламыз.